біздің аталарымыз Саад ибни Аби Уаққас деген сахабаны Саад ибн деп ибндарын қоспай ақ Саад Уаққас деп қойған. Мұхаммед дегенге келмей Махамбет деп қойған. Мынау іргедегі өзбектер Ешмәт, Ташмәт, Маматтың бәрі Мұхаммед сол. Неге олар кәпір болып кеткен жоқ? Неге олар мәтпен ақ өмір сүріп жатыр? Ал біз болсақ сөздерді өзгертіп, ана таза араб болғысы келмей, бола алмайсың. Пайғамбар араб бол деген жоқ, бізге қазақ бол деді. Сол үшін ат қоямын дегендерге айтамын, Зере анамыздың атын қой, Айшолпан анамыздың атын қой, Күнімжан апамыздың атын қой. Неге Бопа анамыздың атын қой, неге қой қоймайды? Сондықтан өзін ана құрдымға сүйреген адамдардың талпынысы осы болады. Бір жігіт Абдулқадир Абдул-Аффар деп қоям деді маған. Мен айттым, тура осы аттың иесі болған күшті адамның атын айтайын ба дедім. Кімді қоясыз деді? Қаныш деп қойсайшы. Қаныштың атамыздың шын аты Абдулқадир болды. Азан шақырған аты. Болсын. Бірақ елдің ішінде ол атпен танылған жоқ қой ол. Пайғамбардың өзі ұлы сахабасы Абдурахман. Бірақ ол елдің ішінде Абу Хурайра деген атпен танылып кетті. Сол сияқты осы атпен танылсын, Қаныш атамыздай болсын деп өзгертіп едім. Сондықтан Ибрахим деген ат танылды ма қазақта? Жоқ, Абай деп танылды. Абдул Мансур деп танылды ма? Абылай деп танылды. Сондықтан біз мынау елік дегенді қоюымыз керек. Жоқ, біз мұсылманбыз. Құран арабша оқылады, ол әу баста талас жоқ, намазыңды оқи бер. Бірақ күнделікті өмірде, тіпті анау қазір андай дұғаларға күшейіп кетті, мынандай дұға, анандай дұға, сол дұғаның бәрін қазақша айту керек. Аллахым маған мына тілегімді бер, мына тілегімді бер. Неге арабша айтуымыз керек? Қазақша айта бер. Алла тағала түсінеді қазақша.